Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Babul encasi. Necistir bölümüne geldik. Tathirun necasati vacibun. Necisi tazalav vacib, yani parız amal dedi. Namazdың 12 şartı var bilemiz. 12 parızı var. Соның біреуіне, сыртқы парыздардың бірі, адамның денесінің, киімінің және де намаз оқитын жерінің таза болуы керек. Tathirun necasati vacibun. Bu жерде vacibten мағына лазимун, yani faridun, parız мағынасында. Vacib necisten тазалану parız. Neden? Min bedenil musalli. Namaz оқушының денесінің necisten таза болуы керек. Ve sevbihi, және де намаз оқитын адамның kiyimi necisten таза болуы керек. Және де vel mekanillezi yusalli aleyhi. Namaz оқылатын мекен таза болуы керек екен. Намаз оқылатын мекен таза болуы керек нәжістен. Жалпы намаз оққан кезде 7 ағза сәждеге барады. 2 қол, 2 аяқ, 2 тізе, 6 кейін маңдай, онан кейін мұрын. Міне осы жерлер таза болуы керек. Мысалы айталық, кілемнің бір шетінде нәжіс бар, бірақ сіз ол нәжістен алыс тұрсаңыз, бұл жерде намаз оқуға болады. Неге? Себебі сіздің ең бастысы бұл жерде осы 7 ағза тұрған жеріңіз таза болса болғаны. Сондықтан осы 7 ағза тиетін жер нәжіске тиіп қалмау керек. وَيَجُزُ تَطْهِرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ. Енді сол нәжісті не нәрсемен тазалаймыз? Нәжісті не нәрсемен тазалаймыз? Сол мәселеге келді. وَيَجُزُ жайыз болып есептеледі. تَطْهِرُ النَّجَاسَةِ, нәжісті тазалау, بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ, мұтлақ сумен тазалау. Жалпы суды екіге бөліп қарастырады, мұтлақ және де мұқайят деп. Мұтлақ дегеніміз жалпы, яғни суға айтамыз. Өзеннің, жаңбырдың, қардың, жалпы адам баласына су деген кезде кәдімгі таза су адамның ақылына келеді. Енді мұқайят су деген бар. Тіркес алып келінген суға айтамыз. Тіркесі бар. Мысалы, гүлдің суы, алманың суы, апельсиннің суы. Бұл тіркесі бар. Бұл сулармен дәрет ғұсыл алынбайды. Ал әлбетте бұл тіркесі бар сулармен, яғни гүл суымен болсын, немесе жаңағы алманың суымен болсын, нәжісті кетірсе болады. Әлбетте кетер алатындай сұйық болса, кетер алатындай дәрежеде болса. Бірінші айтады, жалпы мұтлақ сумен нәжісті кетіруге болады дейді. Екіншісі, وَبِكُلِّ مَاءٍ, кез келген сұйықтықпен, тахирин, таза болған кез келген сұйықтықпен болады. Юмкину, мүмкін болған, изалатуха, ол нәжісті алып тастау, бихи, сол жаңағы кез келген сұйықтықпен нәжіс кететін болса, ол нәрсемен нәжісті тазалауға болады. Киімдегі, денедегі. Айтқанымыз сияқты жаңағындай алманың суы болсын, соқ болсын мысалы. Әлбетте ол нәжісті кетер алатындай дәрежеде сұйық болса. Ал енді қою болса, ол керісінше одан сайын нәжістей түседі. Ол әлбетте болмайды. Нәжісті кетер алатын кез келген сұйықтықпен нәжісті тазалауға болады. Мысалы, кәл-халли, сірке сияқты дейді. Уәмәил уарди, гүл суы сияқты. Уәл-мәил мұстамали, мұстамал су, яғни дәрет немесе ғұсылдан кейін қалған су болса, әлбетте одан нәжіс болмаған болса, дененің немесе киімнің бір қандай да бір жерінде нәжіс болған болса, онымен тазалануға болады екен. Уәйза асабатыл хуффу нәжәсәтүн. Ал енді егер адамның мәсісіне немесе бір аяқ киіміне теріден болған нәжәсәтүн, нәжіс тисе, ләха, ол нәжістің бар жирмүн. Жирмүн деген қатты нәжіс болса, яғни қатты нәжіс болса, адамның мәсісіне немесе жаңа сол сияқты аяқ киім сияқты теріден болған киімге нәжіс тиген болса, сұйық нәжіс емес, бұл қатты нәжіс болған тиген болса, фәджаффат, кейін сол нәжіс құрғаса, фәдәләкәху бил арды, ол нәжісті жерге тигізіп жермен тазалауға болады дейді.
фаджаффат, ол құрғап кеткен болса, әлгі нәжіс. Неге? Себебі бұл қатты нәжіс, жаңағындай тері сияқты аяқ киімге тиген кезде ол аяқ киім өзіне тартып алмайды. Ол керісінше жаңағы қатты нәжіс өзі бір жерге жиналып қалады, ары қарай өтіп кетпейді. Сондықтан жерге ұйқалап жіберсе, жерге аяғын тигізіп тазаласа, жермен тазаласа, жаза бұл жайыз болған болып есептелмейді. Себебі теріге өтіп кетпейді ол нәрсе. Жерге сүртсе, жерге сүртіп тазаласа бола береді екен. Уәл мәнию нәжисун. Ал енді адамның бойынан шыққан ұрық мәни, бұл нәжіс болып есептеледі. Мәни нәжіс болып есептеледі. Яджибу ғаслу ратбихи. Егер ол дымқыл болған болса, мәни, адамның киіміне, денесіне тиген мәни дымқыл болған болса, оны жуып тастау уәжіп болып есептеледі. Парыз болып есептеледі. Тазалау. Фаиза джаффа. Ал енді құрғап кеткен болса әлгі мәни, аля сәуби, адамның киіміне, тиген киіміне әлгі мәни құрғап кеткен болса, әджзәә фихил фарку. Оны ұйқалап жіберсе жеткілікті болады дейді. Оны ұйқалап жіберсе жеткілікті болады дейді. Ал егер әлбетте ол дымқыл болған болса, ол кезде жуылады. Вән нәжәсәту иза асабатил мир'ата. Ал енді егер нәжіс айна сияқты, әуіз сәйфи, немесе қылыш сияқты, немесе пышақ сияқты мысалы, сондай мүлдем нәжісті өзіне сіңдіріп алмайтын затқа тиген болса нәжіс. Уктуфия би масхихима. Ол екеуін тек қана жаңағыдай сүртіп жіберсе жеткілікті болады дейді. Мысалы біз мал бауыздаймыз, сол кезде пышақ қан болады. Сол қанды, пышақты бір шүберекке алып сүртіп жіберсе, ол таза береді. Жуу міндетті емес. Жуу міндетті емес. Сол сияқты айна дейді мысалы, немесе қылыш сияқты. Бұлар жумай-ақ шүберекпен сүртсе, таза болған болып есептеледі. Уайда асабатил арда нәжәсәтун. Егер нәжіс жерге тиген болса, яғни жерде нәжіс болған болса, фаджаффат бишшамси. Күн түсіп ол құрғап кеткен болса, күн түсіп әлгі нәжіс құрғаған болса, уәзәхәбә әсәруха. Нәжістің ешбір әсері қалмаған болса, жазати салату аля мәканиха. Ол жерге намаз оқи беруімізге болады. Яғни мал жүреді, неше түрлі жануар жүреді сыртта намаз оққан кезде. Біз кімнің не істеген білмейміз ол жерге, бірақ қарасақ ешбір нәжістің әсері жоқ болса, біз намаз оқи береміз. Вәлә яжузу әт-таяммум минха. Ал бірақ ол жерден таяммум алуға болмайды дейді. Мысалы біз білеміз бір жерде нәжіс бар екендігін, бірақ қарасақ ол жер құрғап кеткен, тап-таза, күн түскен құрғаған тап-таза. Біз ол жерге намаз оқи берсек болады. Ал бірақ оған таяммум алмаймыз. Таяммум алуымыз үшін ол жер не болу керек? Аспаннан жаңбыр жауып, немесе қар жауып, таза болу керек. Тазалау керек жаңбыр. Тазаламайынша ол жерге таяммум алуға болмайды екен. Ва ман асабаху мина нәжәсатил муғаллазати. Енді жалпы нәжіс, қай нәжіс кешіріледі? Қай көлемдегі нәжіс кешіріледі? Яғни жумай-ақ қойса болады. Жалпы нәжістің өзін ғалымдарымыз екіге бөліп түсіндірген. Ән-нәжәсатул ғариза, ән-нәжәсатул хафифа деп екіге бөлген. Біріншісі, ва ман асабаху минан нәжәсатил муғаллазати. Ауыр нәжістен адамға тисе, бір адамға ауыр нәжіс тиген болса, кәддәми, жаңағы қан сияқты, уәл бәули, зәр сияқты, ол мейлі кішкентай баланың зәрі болса дағы, кішкентай баладан шыққан, ұл болсын, қыз болсын, жаңа туған кішкентай нәрестенің зәрі болса дағы, уәл ғаити, жаңа үлкен дәрет болса, уәл хамри, жаңағы хамыр, шарап болса, міне осы сияқты нәжіс, үлкен нәжіс адамның денесіне жағылса, тисе, миқтару дирхами, яғни дирхам көлеміндей болса, біз енді бұны 100 теңгенің көлемі деп аламыз. Халыққа түсінікті болу үшін 100 теңгенің көлеміндей тиген болса, фәмә дунаху, және де 100 теңгенің көлемінен төмен болса, жазати салату мағху дейді. Ол нәжіспен намаз оқи беруге болады екен. Фәйнизада. Ал егер әлгі нәжіс 100 теңгенің көлемінен асып кетсе,
ләм тәҗүз намаз, ол нәрсемен намаз оқу жайыз болмайды, рұқсат етілмейді. Енді мысалы кейде әжетхана барған кезде немесе басқа кезде адамға бір кішігірім нәжіс шашыраған болуы мүмкін, немесе адамның қолында бір кішкентай 100 теңгенің көлеміне жетпейтіндей қан бар, бір нәжіс дейді, бірақ 100 теңгенің көлеміне жетпейді. Бірақ әлбетте бұл нәжістен тазалану сүннет амал болып есептеледі. Ал енді мүмкіншілігіміз жоқ, 100 теңгенің көлемінен аз болса, ол киіммен немесе ол жерде немесе ол денемізде болған болса нәжіс, намаз оқи берсек болады, 100 теңгенің көлемінен аз болса. Ал 100 теңгенің көлеміне жетсе, оны тазалатпаса уәжіп дейді ғалымдарымыз. Ал енді 100 теңгенің көлемінен асып кеткен болса, ол нәжісті тазалау парыз болып есептеледі. Ол нәжісті тазаламайынша намаз оқылмайды. Тазалау парыз болып есептеледі. Сондықтан, яғни ол нәжіс болса дағы кешірілетін жолы бар екен. 100 теңгенің көлеміне жетпей жатса, әлбетте онымен намаз оқуға болады, бірақ оны тазалап тастаудың үкім сүннет амал болып есептеледі. Вайда асабату нәжизатун мухаффафатун. Айттық, нәжіс екі түрге бөлінеді. Мухаффафа және де муғаллаза, ауыр нәжіс, жеңіл нәжіс деп. Ал енді адамға жеңіл нәжіс деген болса, кәбәули ма юкалу лахмуху, еті желінетін жануарлар сияқты, Әлбетте бұның үлкен дәретінде мысалы еті желінетін жануарлардың ода ихтилаф бар. Ал енді еті желінетін жануарлардың зәрі, жәжати салату мағу, бұл кішкентай жеңіл нәжіс болып есептеледі. Жәжати салату мағу, ол нәжіспен бірге намаз оқуға болады. Қай уақытқа дейін? Мәләм ябулуғ рубуат сауби, киімнің 1/4-іне жеткенге дейін. Киімнің 1/4-іне жеткенге дейін намаз оқуға болады екен. Жеңіл нәжіске осылар жатқызып жатыр. Енді жаңағы еті желінетін жануарлардың ауыр нәжісін тезегінде келсек, оған имам Абу Ханифа рахимахулла ауыр нәжіс деген, ал енді екі шәкірті болса, бұған жеңіл нәжіс деп айтқан екен. Бұда ихтилаф бар. Ал енді жаңағы зәрінде болса ихтилаф жоқ, бұл жеңіл нәжіс деп айтқан. Сондықтан бұлар енді адамның денесіне, киіміне тиіп жатса, 4/4-іне жетпегенге дейін онымен намаз оқи беруге болады екен. Ал енді 4/4-іне жетіп одан асып кетіп жатса, оны жуу міндетті болып есептеледі. وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين. Жуу парыз болып есептелетін нәжісті тазалау екі түрлі болып есептеледі дейді. Яғни парыз болу үшін 100 теңгенің көлемінен асып кетеді дедік. Енді осындай нәжісті екі түрлі болып есептеледі екен. فما كان له عين مرية فما كان له, егер ол нәжістің айнун мәриятын көрінетін нәжіс болса, яғни көрінетін нәжіс болса, фатахаратуха завалу айниха, яғни қою нәжіс деген сөз. Фатахаратуха, ол нәжістің таза болуы, завалу айниха, сол нәжістің өзі кетумен таза болады. Сол нәжістің өзі кетумен таза болады. Тіпті вәләу бимарратин ет, бір рет жусаңдағы, 3 рет жу шарт емес. Қарадың, үлкен нәжіс тиген, көрінетін нәжіс киімге, денеге тиген, бір рет жуып тастадың, кетті, бол таза болып есептеледі. Илля ан ябқа мин асариха ма яшуққу изалатуху, оны кетіру машаққат болып есептелетін бір әсері қалып жатса, ол нәжісте, ол еш нәрсе қылмайды. Әсері, дәмі, түсі немесе иісі, ол жаңа киімде немесе денеде, намаз оқитын жерде қалып жатса, ол еш нәрсе қылмайды екен. Кетуі қиын болған мысалы, сарғайып тұр, басқа болып тұр. Ол мен намаз оқи беруіңізде болады. Ең бастысы жудыңыз, және де көрініп тұрған нәжістің өзі кетсе, таза болып есептеледі. وَمَا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ مَرِيَّةٌ, ал енді бір нәжіс бар, ләйсә ләху, ол нәжісі жоқ, айнун мәриятын, көрінетін нәжіс емес. Көрінетін нәжіс емес. Яғни зәр сияқты мысалы, шарап сияқты мысалы. Фатахаратуха, ол нәжістің таза болуы, ән юғсәлә хәттә яғлиба аля заннил ғасили әннәху қад тахура. Енді оның таза болуы дейді, ән юғсәлә, жуылуы керек дейді. Хәттә яғлиба аля заннил ғасили, жуушының басым ойына дейін. Басым ойы қалай болу керек?
аннаху қад тахура, таза болды дегенге дейін жуса жеткілікті болады дейді. Яғни мынандай нәрсе бар, кітаптарымызда келеді. Нәжісті 3 рет жуу керек деп айтады. Бұл енді әлбетте халыққа түсінікті болу үшін айтылған нәрсе дейді. Жүрегі тұрыс орныққанға дейін 3 рет жуып, әр жуғанда 1 реттен сығып 3 рет жусын дейді. Ал енді бұл жерде имам Қудури рахимахулла не дейді? Жуып тұрған адам, мысалы бір зәр тиді киіміне, жуды 1 рет болсын, 2 рет болсын. Таза болды ау деді, бол жеткілікті болып келеді. 1 реттің өзінде қанша рет былай-былай сығып ішінде, судың ішінде жуды. Бұны 1 рет, яғни 3 рет, әрбірінде сығып 3 рет жуу шарт емес дейді. Жуып тұрған адам бұл таза болды ау деген басым ойы болса, жеткілікті болып есептеледі дейді. Яғни 3 рет жуу шарт емес дейді. Әлбетте 3 рет жуған абзалырақ. 1 рет сығып, 1 рет жуады, қайтадан сығады, қайтадан жуады, қайтадан сығады, қайтадан жуады. Ал енді күніміздегі мысалы жаңа кір жуатын машинкалар бұның орнын басады. Бұл қанша рет сығады. Бір нәжіс киіміңіз болса, соған салсаңыз, ол таза болып шыға келеді. Басым ойыңыз таза болдау десе, бұл таза болған болып есептеледі. Енді келесі соңғы бір мәселе осы тазалық бөліміндегі истинжа мәселесі. Жалпы истибра деген нәрсе бар, истинжа бар. Истибраға қатты көңіл бөлу керек. Истибра деген нәрсе не? Бұл кіші дәреттің қалдығынан толықтай тазалану. Кіші дәреттің қалдығынан толықтай тазалану. Яғни бір адам дәретханаға кіріп, кіші дәретін сындырып, бірден шығып артынша дәрет алған болса, кейін сол кішкентай бір зәр тамшы шыққан болса, ол адамның дәреті бұзылады, дәреті жоқ болып есептеледі. Сондықтан не істейді? Истибра деген нәрсе бар. Ол бұл парыз жасалуы. Толықтай тазалану керек адам. Бұл жүруі мүмкін, жатуы мүмкін, тұруы мүмкін, сәл секіруі мүмкін туалеттің ішінде. Бірақ әлбетте шайтанның уәсуасына берілместен, жарты сағат, 1 сағат туалетте отырмастан, аз уақыт толықтай зәр шыққанын күтіп, онан кейін барып дәрет алуды истибра деп айтамыз. Ал енді истинжа, және бұл шыққан нәжістен тазалану, алдыңғы артқы жақтан шыққан нәжістен тазалануға истинжа деп айтады. Уәл истинжау сүннәтүн, истинжа жасау, яғни тазалану, бұл сүннет амал болып есептеледі. Юджзиу фихил хажару, енді таспен тазаланса жеткілікті болды дейді. Уәма қама мақамаху, жәнеден тастың орнын басатын кез келген нәрсемен тазаланса болады дейді. Әлбетте тастың орнын басатын күніміздегі арналған туалетная бумага, әжетхананың өзінің қағазы бар арнайы. Ал енді баяғыдағы бір жазылған дәптермен, кітаппен, немесе таза ақ парақпен тазалану бұл ғалымдарымыз макрух көрген. Неге себебі білім осы сол кітап арқылы, қағаз арқылы бізге жетіп тұр. Олармен тазалануға болмайды. Арнайы өзінің қағазы бар екен. Ямсаху хатта юнаққияху. Адам не істейді екен? Толық таза болғанға дейін ямсаху сүртеді екен. Валайса фи ададун мәстунун дейді. Тас қолдануда немесе жаңағындай тазаланатын кезде 3 реттен, 5 реттен, 10 реттен деген бір сүннет болған несі жоқ дейді. Сан жоқ дейді ол жерде. Яғни міндетті түрде 3 рет 3 таспен тазалану керек, 3 таспен тазалану керек, 2 таспен тазалану керек деген. Вағаслу фил маи бил маи афдал. Ал енді сумен тазалану абзалырақ дейді. Яғни бірінші туалеттің қағазы, онан кейін су қолданған абзал болып есептеледі екен. Фаин тажавазатин нажасату махраджаха. Ал енді әлгі адамнан шыққан нәжіс 100 теңгенің көлемінен асып кеткен болса, яғни шығатын махраж орнынан асып кеткен болса, ләм яжуз фихи, ол жерде басқа нәрсе қолдануға болмайды, ол қағаз болсын, не болсын, илләл мәу, тек қана сумен тазалану керек. Яғни әлбетте қағазбен тазаланады, артынша су міндетті түрде қолданылу керек. Ал енді одан махраждан аспаған болса, шығатын орнынан асып кетпеген болса, онда тек қана қағазбен тазаланып кете берсе болады. Ал 100 теңгенің көлемінен асып жайылып кеткен болса, ол кезде қағазбен қосымша суды да қолдану керек. Әуил мәиу, немесе бір сұйықтық. Яғни айттық, таза су немесе гүлдің суы, алманың суы деген сияқты. Егер су табылмай жатса әлбетте бола береді. Вәлә естанжи би азмин,
мына нәрселермен тазалануға болмайды. Вала ястанжи би'азмин, сүйекпен тазалануға болмайды. Вала би раусин, жаңағы малдың тезектерімен де тазалануға болмайды. Вала би таамин, адамның немесе хайуанның тағамымен де тазалануға болмайды. Вала би яминихи, оң қолымен де адам нәжісті тазалауға болмайды. Илля мин узрин, тек қана бір үзірі болған болса болады дейді. Адамның сол қолында сынған жарақаты бар, сол қолын қолданылмайтын болса, оң қолмен тазаланса болады. Ал негізінде сол қолмен тазаланады екен. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.